Катон-қарағайға өз көлігіңізбен қалай жетесіз? Көп адамдар Катон-қарағайдың қай жерде орналасқанын білсе де, оған жету жолын біле бермейді. Катон-қарағайға өз көлігіңізбен жетудің екі негізгі бағыты бар. Көп адамдар ең ыңғайлы әрі жиі қолданылатын жол ретінде Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын, Катон-қарағай бағытын таңдайды. Жол шамамен 450-500 км, орташа есеппен 6-8 сағат жүресіз. Өскеменнен шыққаннан кейін жол біртіндеп таулы аймаққа өтеді. Алтай қаласынан кейін атақты Осинов асуындағы серпантин басталады. Ирек-ирек тау жолымен көтерілген сайын алдыңнан биік шыңдар, қарағайлы орман мен өзендер көрінеді. Көп адам дәл осы жерде тоқтап, фото, видео түсіріп демалып алады. Осинов асуынан өткеннен кейін жол біртіндеп тынышталып, нағыз Алтай табиғаты басталады. Жол бойында тау өзендері, жасыл жайлаулар, еркін жайылып жүрген жылқылар жиі кездеседі. Жолда жүргізушілер жиі тоқтайтын жердің бірі Қаратай дәмханасы. Өскеменнен Катон-қарағайға дейін жеткенше Жанармай бекеті Алтай қаласының кіреберісінде және Үлкен Нарын ауданында бар. Ал Катон-қарағайдың өзінде 2 жанармай бекеті бар. Бізде ауа райы құбылмалы, сол себепті қалың киімдер мен қажетті заттарды алып алған жөн. Таулы аймақ болғандықтан интернет кей жерлерде ұстамайды. Катон-қарағайға жақындаған сайын ауа өзгереді. Салқын самал, биік таулар, қалың орман, бәрі бұл жер ерекше екенін сездіреді. Сондықтан адамдар бұл жаққа тек демалу үшін емес, жан тыныштығын табу үшін келеді.